Түйенің шудасы өте пайдалы екен. Менің бала кезім болатын. Бірде менен кейінгі інім аяғын шығарып алды. Содан сынықшыға салдырған соң, көп уақыттан кейін аяғының ісе бастағанын байқадық. Үлкендер, сарысу жиналған, түйенің шудасын тарту керек деген кеңес айтты. Содан анам түйе шудасын тауып, оны тұзды сумен қайнатып ем жасады. Бір қызығы, аз уақыттың ішінде ісігі қайтып, інім жүріп кетті. Бұл менің көзбен көрген бір ғана мысал. Достар, видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Видеода сіз естіп білмеген тың ақпараттардың барына сенімдімін. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Шопыр көкеміз болды. Жаңбыр қарға қарамай сызды жерге жата қалып, жиі бұзылатын машинасын шұқылап жатушы еді. Кейін жасы 40-қа жетпей бүйрегі ауырып, радикулит деп қиналып жүретін. Ауыл сыртында түйе бағатын кісі бар еді. Апамыз соған қолқа сала жүріп, түйе жүнін алдыртты. Оны түтіп, ұршықпен егеріп, шұлық және белге орап алатын шарп сияқты, бірақ түймелі орамал тоқыды. Мынаны беліңе орап ал, түймесі бар міне, беліңді жылы ұстайды. Бүйрегіңді де, жамбас, қуық, сүйегіңді де суыққа алдырмайды дейтін. Ал мына шұлықты аяғынан тастама. Түйе жүні сыртынан суық өткізбейді, іштегі суықты шығарады. Таза түбіт қой, бой жылуын бір қалыпты сақтайды. Бұл терлетпейді деді апам шопыр көкеге. Апам өзі де күздің жаңбырлы суығы басталғаннан түйе түбіт орамалын жамылып, тізесін жұқа етіп, түйе шудасынан тоқылған шарппен қымтап жүретін. Түйенің шудасы буын, құяң, бүйрек аурулары, радиация сәулелеріне қарсы қасиеті бар екенін ғалымдар да растайды екен. Қол аяқтың буыны ісінгенде түйе шудасын ертілген тұзға немесе сірке суына шылап таңып қойса, еш асқынусыз тез жазылады. Дәстүрлі ем шараларда бала көтермеген әйелдер түйенің бақайшақ майын алып, оған түбіт жүнін шылап, қуық түсін сонымен сылап, сыртынан орап жүрсе, бала көтеруге ықпалын тигізеді деген нанымдар болған. Ал мерзімінен бұрын шала туған баланың түйе шудасынан жасалған көрпе төсекке жатқызудың орны бөлек. Шуда шала туылған баланың жүйке талшықтарының оянуына, тірек қимыл аппараттарында ауытқуы болған науқастардың дұрыс қалыптасуына оң ықпалын тигізеді. Мұның бәрі бала кезден көзбен көріп, көңілге түйіп жүрген жайлар. Балалықпен қаншауын құлаққа ілмей, көңілден шығарып алғанымыз тағы бар. Енді білгенімізді кейінгілерге жеткізу біздің міндетіміз. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен бірге, осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер.